Баршаңызға қайырлы күн, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сіздермен бірге Айсұлу. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында пицца жасап көрсететін боламын. Ең алдымен пиццамыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұн мен дрожжды араластырып қоямыз да, жылы суға тұз, қант және сұйық майды құямыз. Тұз бен қантымыз суда ерігеннен кейін ұнға салып, жақсылап қамыр илейміз. Осылайша жұмсақ қамыр илеп, оны 1 сағатқа бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Пиццаның қамыры дайын болғанша, мен қызанақты турап және жартысын блендерден өткізіп, ет және ірімшігімізді турап дайындап қойдым. Алдымен пиццамыздың соусын дайындаймыз. Оған мен блендерден өткізілген қызанақтың үстіне қызыл бұрыш, паприка және тұз салып, жақсылап араластырдым. Пиццаның қамырын екіге бөліп, бір бөлігін противенің үстіне домалақтап жайдым. Қамырдың үстіне жаңағы дайындалған соусты құйып, кейін оның үстіне туралған етті, қызанақты және сиырды сүйіп шықтым. Осылайша барлығын рет-ретімен салып, духовкада 180 градуста 20 минут пісіріп алдым. Пиццаның дәмі өте дәмді болды және қамыры керемет жұмсақ болып шықты. Достар, сіздер де дәл осы видеодағыдай қамыр дайындап пицца пісіріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма жазылып, достарыңызға таратып, лайк басып кетіңіздер. Рахмет.